Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгінгі біз used to және де would етістіктерінің арасындағы айырмашылық туралы өтетін боламыз. Ең алдымен олардың құрылымы, яғни формуласы туралы танысып алайық. Бірінші біз болымды сөйлем кезінде сабжекттеріміз, яғни есімдіктеріміз I, he, she, it деген секілді қолданамыз. Одан кейін used to не болмаса would етістіктері және де осы used to не болмаса would'дан кейін біз етістіктің infinitive формасын қолданамыз. Мысалды қарастырып көрейік. She used to lock the door. Не болмаса she would lock the door. Қазақ тіліне аударған кезде ол есікті құлыптайтын еді, құлыптаушы еді деген секілді аударамыз. Яғни бұлар бізде past simple'да өткен шақты меңзейтін негізгі етістіктер болып саналады. Келесі бізде болымсыз сөйлемді қарастырайық. Бұл жерде бізде өткен шақ болғандықтан did көмекші етістігі келеді. Мысалы subject, одан кейін did not және де used to. Одан кейін біз infinitive етістігін қолданатын боламыз. Енді мына жерде байқап отырсаңыздар, бізде used емес, яғни d әрпі түсіп қалады. Use деп қолданамыз, өйткені бұл бізде болымсыз сөйлем болғандықтан бізге did өткен шақтағы негізгі етістік келді. Сол себепті біз did'ті қойғандықтан жаңағы used деген етістігіміз өзінің бірінші формасына қайтадан келді. Сонымен мысалды қарастырып көрейік. I didn't used to lock the door. Яғни мен есікті құлыптамаушы едім деген секілді. Келесі енді бізде сұраулы сөйлем. Бізде сұраулы сөйлемде көмекші етістігіміз did бірінші алдыға шығып кетеді, одан кейін subject тұрады, және де use сол өз формасында қалады, яғни used емес, d әрпі бұл жерде түсіп қалады, өйткені бізде did көмекші етістігі бар. Және де одан кейін біз infinitive, яғни етістіктің бастапқы формасын қолданамыз. Мысалы, did they used to lock the door? Олар есікті құлыптады ма, құлыптаушы ма еді деген секілді аударамыз. Біз енді бұлардың барлық формаларымен, формулаларымен таныстық. Келесі енді олардың қолданылуына келетін болсақ, біз ең бірінші оларды өткен шақта үнемі қайталанып отыратын әрекеттерді айтқан кезде қолданамыз. Мысалы, she used to keep the front door locked, but she stopped doing this. Яғни ол алдыңғы есікті үнемі құлыптайтын еді өткен шақта, бірақ қазір олай жасамайды. Яғни өткен шақта күнделікті бір қайталап жүрген әрекеті, бірақ қазір оны жасамайды деген секілді. Келесі, she would leave the door unlocked whenever she was at home. Бұл жерде бізде өткен шақта қайталанып тұрған іс әрекетті білдіреді. Яғни ол жаңағыдай үйде болса да, үйде болғанына қарамастан жаңағыдай құлыптанбаған есіктен шығушы еді деген секілді. Енді бізде бұл жерде назар аудара кететін тағы бір маңызды жағдай бар. Біз would-ті болымсыз жаңағыдай не болмаса yes, no question'дарда жаңағыдай қолдана алмаймыз деген секілді. Әдетте олар қолданылмайды. Келесі қолданылуына тоқтап өтсек, we use used to plus infinitive to talk about permanent situations that are usually no longer true. Яғни біз used to етістігін, көмекші етістігін жаңағыдай өткен шақта бір тұрақты іс-әрекеттерде болған, бірақ уже ары қарай шындыққа жанаспайтын, яғни біз ары қарай оларды қолданбайтын бір іс-әрекетті айтқан кезде қолданамыз. Мысалы, Bill Murphy used to work for the police force. Яғни Bill Murphy ол бізде жаңағыдай полиция қызметкерлігінде істеген, жұмыс жасаған, бірақ қазір ол жұмыс жасамайды, яғни шындыққа жанаспайды деген секілді. Келесі, we don't use used to if we want to talk about how long the situation lasted. Және де біз осы used to-ді біз қолданбаймыз, егер де біз іс-әрекеттің белгілі бір процесін қандай уақытқа, қанша уақытқа созылғандығын айтқан кезде used to қолданбаймыз. Мысалы, Bill Murphy worked for the police force for over 70 years. Яғни біз бұл жерде уақыттың ұзақтығын көрсетіп айтып тұрмыз. Ондай кезде біз used to-ді не болмаса would-ті қолданбаймыз. Тек етістік сол өзінің past simple формасында қалады. Және де біз осы would етістігін state
verbsтермен, яғни stage verbsтермен қолданбаймыз. Stage verbstер дегеніміз бізде present continuous деген секілді етістіктерде ing жалғанбайтын етістіктер. Мысалы, believe деген, think деген етістіктер бар. Мысалы, I am thinking, не болмаса I am believing, I am understanding деген секілді ing қолдап жаңағыдай сол present continuous'та жасалынбайтын етістіктер болып қарастырылады. Жалпы осымен бізде сабақ аяқталды. Сұрақтарыңыз болса жаза кетіңіздер.